Кейде бір жиындарға барып қалсаңыз, дінді мазақ етіп прикол ұстап отыратындар болады. Сондай кезде не істеу керек? Құранда Ниса сүресінің 140 аятында Алла тағала былай дейді: Астағфирулла. Уақад наззала алейкум фил китаби. Кітапта, яғни Құранда сендерге бір үкімді түсірді. Қандай үкім? Ан иза сами'тум аятилла. Әлдекімдердің бір топтың бір жиында Алланың аяттарын естісеңдер, юкфару биха. Ол аят немесе хадис дінді айтып отырсаң, ол саған күпірлік етеді, яғни мойындамайды аяттарыңды, хадистеріңді. Және уаюстахзау биха, ол айтқан аят хадисіңді, дініңді мазақ етіп отырады, күлкіге айналдырып, прикол ұстап отырады былайша айтқан кезде. Сондықтан да фәлә тақуду маахум, олармен бірге отырмаңдар дейді, олардың жанында. Хатта яхуду фи хадифин гайри. Қашанға дейін олар сол басқа бір әңгімеге ауыспайынша, былайша айтқанда тема ауыспайынша, басқа тақырыпқа ауыспайынша сендер олардың жанында отырмаңдар дейді. Егер отыра беретін болсаңдар, иннакум иза мислухум, шын мәнінде сендер солар секілді боласыңдар дейді. Солардың қатарындасыңдар, солардың ойларымен келісіп отырсыңдар деген сөз дейді.